Бәріне сәлем достар. Ұзақ демалыстан кейін мектепке оралуды айқындайтын нәрсе ол демалыс кезінде бәрі қалай өзгергенін көру мүмкіндігі. Әдетте жасөспірімдер өте тез өседі және сыртқы киімін өзгертеді. Тіпті бірнеше аптадан кейін қалай өзгеріп кеткенін байқамай қаласың. Алайда шын мәнінде адамдар өмір бойы өзгеруді тоқтатпайды. Біз бұған әрқашан назар аудармаймыз. Бұны нақты мысалдармен дәлелдеу үшін бүгін біз сіздерге бірнеше жылда қатты өзгеріп кеткен танымал адамдар туралы айтамыз. Олай болса, кеттік. Хоакин Феникс, Американың атақты актері, бәрі танитын Джокер рөлін ойнаған адам. Бірақ та кез келген көрермен байқаған шығар, бұл кинода ауру адам сияқты көрінетін. Әрине, бұндай образға кіру үшін талай салмақ түсіру керек. Дәлірек болсақ 23 кг. Бұның бәрі бір айда болды. Режиссердің ойлауы бойынша кейіпкер аш, денсаулығы нашар адам болып көріну керек болды. Ол бұл кейіпкерін жақсылап ойнап шықты. Актердің айтуы бойынша оның тамағының көбісі суп пен никотин болды. Өздеріңіз ойлап көріңізші, күнде осындай тамақ ішкен адам денсаулығына не болады? Актердің өзі де айтқандай, сценарийді дұрыстап оқи алмадым. Сонымен қатар әр 100 грамм салмақ тастаған үшін қатты уайымдаған айтты. Сонымен қатар кино біткеннен кейін ол өзінің бұрынғы қалпына қиналмай келді. Оскар берілетін кезде Феникс сау, жақсы көрінді. Крис Претт. Марвелдегі рөл үшін кез келген актер құрбанға барады. Марвелдегі киноларға түсу кез келген актерға үлкен танымалдық, жаңа контракттар, жақсы айлық әкеледі. Крис Претт. Ол Марвелдегі Галактика сақшылар атты кинода басты рөл алатын мүмкіндік бар екенін білген соң, Крис Претт бәріне дайын болды. Тіпті 27 килограммға азу үшін де. Шыныққан әдемі адамға айналу үшін Крис қиын де тағы отырып, онымен қоса күніне 2-3 сағат спортпен айналысты. Қорытындысын өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай. Джейден Смит. Әлемге танымал Уилл Смит талантты актер ғана емес, талантты әке. Оның балаларын көптеген жылдар бойы желіде талқылауда. Бұл отбасының кәдімгі отбасы деп айтуға келмейді. Мысалға, Джей мен Уилли мектепке бармаған, сонымен қатар оларға ешқашан ұрыспаған. Уилл Смит айту бойынша бұл тәрбиелеудің біртүрлі әдісі. Оның мағынасы бала жайлы ненің дұрыс екенін, ненің бұрыс екенін өз бетінше түсіну. Онымен қатар Джей мен Уиллге кішкентай кезінен бастап еркіндік берген. Кішкентай кезінен бастап олар әкелерімен киноға түскен. Содан кейін олар музыка өнеріне кеткен. Әрине, осы уақытқа дейін олар өзгерді. Мысалға алатын болсақ, осыдан 10 жыл бұрын Джей осылай көрінді. Бұл танымал кино Карате Пацан. Бұл кино 2010 жылы түсірілген. Басты рөлде Джеки Чан ойнады. Бұндай киноларды Джей 8 жастан бастап ойнап бастаған. Қазіргі таңда Джейге 21 жасқа толды. Достар, егер видеоңызға лайк басып, подписка жасап кетіңдер, қош сау болыңдар.